Міне қазір біз жағаның үшінші түрін үйренеміз. Осылай екі матаны алып, қалыңдығы өздеріңізге байланысты. Мына жерден біз 20 сантиметр аштым. Бұл да өздеріңізге қанша ашықтық керек, соған қарап сызасыздар. Мінекей, мына жерде және бүйтіп қойып, сызып алдым. Енді мынаны қайта, мынаны да бұны түзеп қырқып алған жақсы, өйткені тіккенде түзу болып бір келкі болып шығады. Екіншісін оның үстіне қойып қырқып аламыз. Енді бұны анаған өлшеп көріп, енді біз анау киімізде міне үстіне қойған кезде мінекей осылай тұрады. Қазір мына екі қараны, қара сызығымызды қырқамыз, өйткені анаға көрініп тұру үшін. Мінекей, енді мынаны былай қарай айқастырып қойып, мынаны үстіне қоясыз, бүйтіп көріп алу керек бірінші қалай тұратын. Сөйтіп мына бұрышын сызып аламыз. Мінекей, үш жерде жақсылап сызып белгілеп алып, қазір біз осы сары жағамызды айландырып тігіп шығамыз. Бұл апканы шаншып алып жылжып кетпеу үшін. Мінекей, қазір тігіп шығамыз бұны. Мына қазір қайта қойып көреміз. Мына жерден 1 сантиметр белгілеп, жерді қырқамыз. Енді мынаны қойып, бұда 1 сантиметр асықтау тұру керек. Сол мына бұрыштан инені шаншып алып, соғып, мынағын тегістеп, ұстап, мына осылай лапканың бойымен тігіп шығамыз. Келесі бетінде солай көреміз. Жіптерін қырқып тастап, міне үсті өлшеп алып, оны да былай тігіп шығамыз біз. Лапканың бойымен тігеміз. Мына жаңағы белгілеген мелдің қасына келу керек. Енді көреміз. Міне біздікі өте әдемі шықты, бірақ сәл тырысыңқырап тұр. Мына шетін сәл түзеп жібереміз. Бұл соншалықты қиын емес. Көрген кезде жай ғана сөгіп, қайта тігіп алсаңыздар болады. Енді көрсеңіз, мінекей, енді бүріспей әдемі болып тұр. Осылай тігіп үйренесіздер. Мен алдыңғы YouTube каналына мынандай түрін, мынандай үшбұрышты түрін көрсеткенмін. Міне осының бәрін тігіп үйренсеңіз, кез келген киімдерге, сәндеуге өте жақсы, әсіресе футболкаларға. Мінекей, біз үш түрлі жағаны тігіп аяқтадық. Өте сәнді, кез келген киімге қолдануға болады. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Келесі сабақта сіздерге Касабекаман үш түрлі жағаның қалай тігіп пішуін үйретемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Менің курсымда қазіргі таңда қабылдау жүріп жатыр. Біз бір айдың ішінде 6 түрлі сәнді киімді қарапайым түрінде, формуласыз, осы 47 жыл бойы жиған тәжірибеммен жаңа тәсілді топтап сіздерге көрсетіп отырмын. Біз тікелей матамен жұмыс істейміз. Инстаграмға, YouTube каналына тіркеліп алыңыздар. Инстаграмыма кірсеңіздер, сол жерде WhatsApp ссылкасын бассаңыз, менен прямой шығасыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, сүйерге жазыңыздар. Комментарияға жазыңыздар. Келесі түсірімде не үйренгілеріңіз келеді? Сау болыңыздар. Келесі түсірімде кездескенше.